Сәлем достар, бүгін сіздерге барлығы сүйіп жейтін тіске басар тещин язык рецептісін ұсынамын. Алдымен баялдыны жұқа дөңгелектерге кесіп, тұзды суға салып қоямыз. Қағаз сүлгімен құрғатып аламыз. Маған баялдыны в кляре қуырған өте ұнайды. Бір жұмыртқаны шанышқымен араластырамыз. Баялдыны екі жағынан да жұмыртқаға батырып, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Жоба мен баялдының диаметріне келетін қызанақтарды дөңгелек қылып кесіп аламыз. Сарымсақты арнайы үккіштен өткізіп немесе ұсақтап турап, майонез қосамыз. Майонез бен сарымсақты жақсылап араластырып, баялды мен қызанақтарға жағып шығамыз. Оңай әрі тез дайындалатын тіске басарымыз дайын болды. Бұндай тіске басар міндетті түрде тәбетті ашады. Менің видеом сіздерге ұнаса, лайк қойып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.